Сәлем достар, сіздермен бірге Киносы. Бүгінгі видеода сіздерге 2021 жылы шыққан ужас жанрындағы Нечестивые фильміне қысқаша шолу жасайтын боламын. 1945 жылы жас әйелді сиқырлық жасады деп айыптап, ағашқа байлап, дін қызметкері рәсім өткізу арқылы қуыршаққа айналдырып өртеп жібереді. Қазіргі уақыт Джерри Фен басшылықтан кішкене ауылда түсірілім түсіруге бұйрық алады. Жергілікті тұрғындармен кездесіп, малдарда пайда болған белгілердің пайда болуына байланысты оны шақырған еді. Бұл оны жергілікті жас балалардың істеген ісі деп болжайды. Жігіт қалаға қайтпақ болады. Бірақ та оны ағаш өзіне шақырғандай болады. Ол қуыршақты ағаштан тауып алады. Жергілікті тұрғын бұны жер иелері өздерінің шаруашылықтарын қорғау үшін жасаған дейді. Жігіт оны фотоға түсіріп, сындырып тастайды. Кейін Джерри тамақтану үшін кафеге келеді. Ол кеш батқанда жолға шығады. Бірақ та оның ақ көйлек киген қыз жолында тосқауыл жасау арқылы тоқтатады. Джерри газда басқасын апатқа ұшырайды. Шығып қайтадан қызға қарай жүреді. Ал қыз болса орманның ішіндегі ағашқа келеді. Ол тұрып бір сөздерді қайталау арқылы жерге құлайды. Джерри қызды дін қызметкері Уильям Хэггинге әкеледі. Ол қызды көріп, жиені Элис екенін айтады. Дәрігер Натали Гейс қызды тексереді. Қыз туылғаннан естімейді, сөйлемейді. Дәрігер ода бәрі жақсы дейді. Джерри қыздың сөйлегенін айтқанда, Натали Джерриге сен көп ішіп қойғансың деп сенбейді. Келесі күні машинасы сынғасын Бенфилде қала тұруды шешеді. Ол уақыт өткізу үшін шіркеуге келеді. Және де тұрғындармен бірге қыздың далаға шығып ағашқа келіп сөйлей бастағанын көреді. Ол Дева Марияны естідім дейді. Қыз өзі арқылы адамдарға келесі күні осы жерге келуін сұрайды. Дәрігер Гейс Элиястың есту қабілетіне тексеріс жасайды. Ол қызға тура біткен кемістік орнына келіп дұрысталғанын айтады. Журналист Джерри ауылда қалуға шешеді, себебі керемет жаңалықтар болады деп ойлайды. Келесі күні тұрғындар бұны ғажайып деп Хэггиннің үйіне жиналады. Элис ағашқа барады. Ол Дева Марияны көріп, күліп, кішкене балаға келіп, баладан ғажайыпқа сеніп, орнынан тұруын өтінеді. Бала жүре бастағанда тұрғындар басын иіп отырады. Осылай қызға құрмет білдіреді. Бұл уақытта Дева Марияның ескерткішінен қан ағып жатқан еді. Жаңалықтардан Бенфилдтегі ғажайып оқиға туралы жарыса жазып айтып жатады. Басшылықтар ауданға тексеріс пен зерттеулер жіберуге адамдарды жібереді. Элис журналистермен кездесіп, оларға сұхбат береді. Гейлис және Делгер Джерримен сөйлесуге шақырады. Олар журналистің нашар беделде бар екенін білсе де, бірақ оның бұл зерттеулерде үлкен орын алатынын болғасын сөйлеседі. Барлығы ағашты тексеріп қоршайды. Джерри бұл уақытта Элиспен кездесіп сөйлесу арқылы барлығын камераға жазады. Олардың әңгімелерін Хэггин бөледі. Джерриге менің жиенімді пайдаланбақшысың деп жала жабады. Дін қызметкері періште бар жерде шәкеңде болады деп айтады. Ол өзінің жиенін қорғамақшы екенін айтады. Кейін Элиспен бірге шіркеуде рәсім өткізіп жатып, дін қызметкері құлап қалады. Осыдан жарты жыл бұрын Хэггинді өлімге әкелетін ауру анықталған болатын деп мақұлдаған еді. Фен мен Делгерттің көзінше қыз дін қызметкері Хэггинді емдеп жібереді. Ал қызметкерлер қыздың артында қорқынышты мақұлықты байқайды. Ол қолмен бәрін жасап тұреді. Дәрігер Хэггиннің түсірмелерін тексереді. Сосын олар жүріп кеткен бала туралы да айтады. Дін қызметкерлері бұл жағдайлардың барлығын нағыз ғажайыпқа теңейді. Бұл оқиғалардың дүние жүзіне барлығы тарап бастайды. Адамдар Элиясты құдай көреді, сене бастайды. Джерри сұранысқа ие тілші болады. Себебі тек қана ол ғана Элиспен сөйлесе алатын еді. Қыз ол арқылы адамдарға Дева Марияның сөздерін жеткізетін. Кешкісін Джерри мен Натали бір-бірлерін кездестіріп қалады. Олардың арасында әңгіме жүріп, Джерри тапқан кукла туралы айтады. Бұрынғы уақытта адамдар кукланы қара күштерді қууға болады деп сенген. Куклаға белгісіз уақыттың датасын жазып мөрлеген. Джерридің тауып алған қуыршағы да сонда еді. 31 ақпан дәрігерді үйіне шығарып бара жатып, бір күні Бентлейде болғанда түсіне енген үйді көреді. Кейін оған бір белгісіз тіршілік иесі көріне бастайды. Кейін ол бірден Хэггинге барады. Бұл уақытта дін қызметкері бөлмеде отырып, белгісіз дыбыстарды ести бастайды. Шошиды. Ол Дева Марияның атынан сөйлеп, дін қызметкеріне өзін тоқтата алмайсың дейді. Әйелдің дауысы ауысып, қорқынышты дыбысқа айналады.
Қорқынышты дыбыста тек қана ғажайыпты шәкеңдер ғана жасай алады дейді. Дін қызметкері бөлмеден шығып белгісіз мақұлықты көреді. Ол оның артынан жүреді. Джерри шіркеуге келіп, дін қызметкерінің асып тұрғанын көреді. Дін қызметкері Гейлис тілшіден дін қызметкерінің өзін өлтіргені туралы айтпауын сұрайды. Себебі адамдардың сенімін бұзбау үшін еді. Қонақ үйге бара жолда Джерри өзінің артынан белгісіз мақұлықтың аңдып келе жатқанын көреді. Кейін Элиаспен сұхбаттасып отырғанын видеосын көріп, бір нәрсе экранда пайда болғанын байқайды. Тілші Наталимен кездесіп, жерлеу басталмас бұрын шіркеудегі жазбаларды сақталған жерге барып апаруын өтінеді. Олар латын тілінде жазылған кітаптарды тауып алады. Кітапта дін қызметкері бір қыздың оқиғасы туралы жазған. Мария Эльнорский ол адамдардың сенімін емдеу арқылы жазып, олардың жанын өзіне беруін сұраған. Соңында қалада у-шу шығып, адамдардың қызды қара сиқырмен айналысып, мақұлықтармен байланысты деп кінәлаған. Олар қыздың басына ағаш маска кигізіп, ағашқа іліп өртеген. Оның жанында кері қуыршаққа қалдырған. Өлімнен соң барлық емделгендердің аурулары орнына қайтадан келген. Оның жаны бостандықта жүрсе, ол өзін жақсы етіп көрсетіп, жаман істер жасайды. Осыдан кейін Наталиге Мария Эльнорский шабуыл жасайды. Олар үйден шығып, қашып Элиастың ескертуге келеді. Бірақ Делград оны өзімен рәсімнен соң қоштасуға алып кеткен еді. Дәрігермен тілші олардың артынан жүреді. Джерри дін қызметкерлеріне видеоны көрсетіп, Элиас басқаратын шараны тоқтатуын сұрайды. Эрисков Наталиге қызбен сөйлесуге рұқсат етпейді. Ол бірден Джерриге хабарласып, жоспарды қалай жалғастыратынын сұрайды. Бұл уақытта жігіт бұрынғы историяларды тексеріп жатыр еді. Ол Мария Эльнорскаяның өлмес бұрын ер бала туғанын біледі. Николас Вейджет есімді балам Натали Элиастың Мария ұстап тұрғанын түсінеді. Олардың әңгімесін Джерридің мүсіннің қирап, ішінен Марияның құбыжығы шығып, оған тап бермек болады. Бірақ та оны Делград тоқтатады. Ол ақыры Натали мен Джерриге сеніп, жағдайдан шығу жолын іздейді. Дін қызметкері Гейлис мерекеге дайындалуда. Күзетшілерге Джерридің фотосын көрсетіп, ішке кіргізбеңдер деп тапсырады. Делград доқты куклаға байлауға болады дейді. Ол үшін адамдардың жанын Марияға бермес бұрын істеу керек дейді. Ол өте күшті көбейіп кетеді, себебі адамдар оған сенеді дейді. Делград рәсімге дайындалмақ болғанда, оның қолындағы от мүсінге өтіп, жас қызметшінің үстіне құлайды. Оны құтқаруға ешқандай да мүмкіндік жоқ еді. Тағы да мүсіндерден қанды жас шығады. Рәсімнің басталуына санаулы минуттар қалады. Джерри Элиасқа сенкізбей адамдарды қарсы қоймақ болады. Бұл кезде Элиас ортаға шығып адамдардан жандарын беруін сұрайды. Және де қыздың көзі басқа түске өзгеріп кетеді. Фен адамдарға оқиғаны айтып жатқанда, Натали қызға Мария туралы шындықты айтады. Қыз дәрігерге сенгісі келсе де, оның басындағы дауыс ғажайыпқа сенуін сұрайды. Натали Элиасқа кірісуді өтінеді. Ол мақұлықтардың адамдарға зияны тимеуі керек дейді. Элиас дауыстың өзгеріп бара жатқанын байқап, Джерриді қолдап, бәрін ойдан шығардық, атақты болу үшін дейді. Ал бұл кезде ағаш өртеніп бастайды. Адамдар қорқып қаша жөнеледі. Таң қалған Джерри, Элиас, дін қызметкері Гейлис әйелдің шыққанын көреді. Ол масканы шешіп, дін қызметкерінің күлге айналдырып жібереді. Мария Джерриге шабуыл жасамақ болғанда, Элиас соны жауып қалады. Қыз талып қалғанда мақұлық күлге айналып кетеді. Ағаштағы от басылады. Джерри қызды дірілдеуін сұрап Құдайдан өтінеді. Бұған сенбесе де қыз есін жияды. Элиас өзінің бұрынғы қалпына түседі. Яғни ол сөйлей алмайды және ести алмайды. Бірақ олар қуанышты болады. Бір уақыттан соң Джерри мен Натали Хэггенге мәйітіне келеді. Соңғы оқиғалардан соң ешбір тілші Джерримен жұмыс жасамайды. Бірақ ол бұған өкінбейді, себебі бұл нағыз ғажайыпты көрдім дейді. Натали бұл оқиғалардың барлығын Құдайдың арқасы дейді. Бірақ та қанды жас мүсіндерден тағы да шығады. Яғни бұл оқиға бітпеді.